Қалайсыңдар? Бүгін 65-ші күн. Бүгін мен үйдемін, көріп тұрғандай да. Артымда больницаның фоны емес. Мана Янат деген досым айтып жатырмын да. Янат, прикинь, 20 күннен кейін чыңыз бітеді деймін ғой бұйырса. 20 күн қалды. 85 күн ана аяқта болып көрінеді. Уже 20 күн қалды бітуіне. Қалай да? Уақыт деген. Бүгінгі айтатын нәрсе, вообще ол туралы емес. Бүгінгі айтатын нәрсе кеше Инстаграмда айтқам. Соны бұл жерде кәдімгідей ашық айтайық. Сол тақырыпты ашып. Бізде әр адамның инструменттері әртүрлі да, нан табатын, өмірге өзінің бір орын табатын, өзінің мықты стороналары бар да. Допустим, если Роналду болса, ол мышцы да. Не только мышцы енді бар ғой, енді миы бар, стратегия ойлайды дейді. Бірақ негізгі оружиесі ол мышцы, оның инструменті да. Ол всегда соны тренировать етеді. Всегда жаттығады сол нәрсені. Всегда жаттықтырады сол нәрсені да. Сол нәрсені жаттықтырады кәдімгідей. И дәл сол сияқты ол творческий адам болса, ол көп картина салады, ол андай бір ойланып жүреді, бірдеңелер оқиды да, чтобы миында жаңа нәрсе пайда болды да, ол жаңа идея туатындай. И сол сияқты әркім өзінің мықты жақтарын дамыта береді. Бодибилдерлар тоже мышцаны дамыта береді. Әркімнің өзінің несі бар, ондай оттачивать ететін нәрселер бар. И всегда по тренировке болу керек, тренировка всегда жасалу керек ол нәрселер, потому что ол нәрсе босап қалса, ол тренировкасы қалса, ол әлсіреп бастайды. Сол үшін именно сол жақтағы даже дота ойнайтындар күнделігі дота ойнайды, потому что олар дота деген ойын ғой, сондай Counter-Strike ойнайтындар, олар жарыстарға барады, ол да киберспортта. И ол жерде олар күнде ойнайды, потому что оның үстінде жаттықтырып отыру керек. И сол сияқты, егер сенің жұмысың миға қатысты болса, яғни менің жұмысым көбінесе соған байланысты. Но я не отрицаю, что ми болса тек миға қоя беру, денсаулық барлығы бар, но көп фокусталатын сол нәрсе болу керек, потому что сенің инструментің, сен нан тауатқан, сенің өмірге вообще любой нәрсе сатқан сол нәрсе да. Тек сол нәрсе емес, енді бар ғой, енді біреу саған бұйырады, бұйырмауы да мүмкін. Сол нәрселер, конечно, учитывается, но сенің көңіл бөлу керексің соған. Енді қарап, мен өзіме сонда шешімге келдім, что менде жаңа идеялар. Всегда бір идея, если бір стратегияны қолданып мен вебинарларды бәрін жасай берсем, ол ескіріп кетеді. Мен қалай өспей қалғанымды, қалай дамыту керек екенін тоқтап қаламын да, мен соған сеніп қаламын да, вообще ойланбай қаламын. Сол үшін менде миымда андай реакция болу керек келеді. Рефлекс болу керек, что шамасы істеп көремін, бір айда, 2 айда істеп көремін, мотивация әлі істей береді, но мен всегда должен ходить в мыслях, что как можно улучшить, қалай жақсартуға болады, қалай оны одан да жақсылап істеуге болады деген сияқты оймен жүру үшін. Мен сондай оймен жүремін. И ол прям көмектеседі, чтобы сен жұмыстан шаршап кетпеу үшін. Если сен, допустим, бір күшті стратегия тауып қойдың, соны айналдыра берсең бүкіліне, сен чувствуешь, что ты не работаешь, сен уже бостан болушы кезде сезіп қаласың. И всегда должен задаваться вопросом, как можно улучшить. Қалай жасартуға болады, қалай продажын көтеруге болады, қалай адамдарға жеткізуге болады ценность продуктын да, соның барлығын қалай жасауға болады. Всегда сен миың всегда ойланып жүрген сол нәрсені туралы. А ол нәрсе сен бір фокус бүйтіп қадалып бір тапсырманы бүйтіп орындап, фокус тек суда болса, сен решениесін таппайсың. Сенің жаман артқа бүйтіп кету керек, айналаңды қарау керек, жан-жаққа қарау керек, не болып жатыр. Сол моментте саған жаңа идея қай кезде келеді, когда сенің басында жаңа бір нейрон пайда болады. Нейрон деген ол связь да. Сен нейрондар арқылы ойланасың ғой. И сен жаңа идея келесің, сен жаңа нейрон пайда болу керек. А нейрон, сен любой жаңа нәрсе істейсің ғой. Допустим, жүріп үйренсең, ол жүрудің нейроны да, отдельно оған бір нейрон бар да. Жаттау нейрон, именно сен білесің, что сенің 5-ші класста тарих апай сені ұрды ма, сол нейрон, ол память ретінде сақталып қалады, сол нәрсе. Шым любой нәрсе сен нейрон ощущение, жаңа сезім, жаңа тамақ. Допустим, сен жеп көрдің ба? Скаттың етін жеп көрдің ба? Киттің етін жеп көрдің ба? Акуланың етін жеп көрген жоқсың ғой? Білмейсің ғой сен дәмі қандай екен. Сен жеп көресің ғой. Сен автоматы миы сен сол нәрсені қалайды да, соны жаңа нейрон пайда болады. Жаңа нейрон. Андай ғой бізде білесіңдер ме? Когда біз мектепте көп кітап оқимыз, мектепте бір қиын сабақ болады, басымыз ауырады. Да? Көп кітап оқығаннан кейін, көп математика, көп есеп шығарғаннан кейін басың ауырып кетеді кәдімгідей. Неге? Сенде жаңа нейрондар шығып жатыр да, бірдеңе түсіндің, қиналдың да, сен енді айналған кезде аналар білет бас ауырып кетеді, потому что
сан информация кіріп жатыр, нейрондар шығып жатыр. А когда новый нәрсеге шыққан кезде ішің ауырады ғой, нейрон шыққан кезде басың ауырады да, түсіндің бе? Вот, бүкіл суть сода. А сен соның басында ауырсаң, сен кайфовать ету керексің, потому что сен басыңа бірдеңе кірді да, тренировкадан кейін үстің басың бәрі ауырады ғой, ол сол ауырады, жаңа шығып жатқан нейрон. Сен қуану керексің, день прошел не зря деп. И сол үшін фокус қойыңдар всегда, чтобы миға беріп тұру керек жаңа нейрондар. Сен миың обширный болған сайын, нейрондар связь мықты, прям сен нейрондардан не салып, қала салу керексің, магистраль үлкен қала болатындай ше, как галактика ретінде болу керек қой сен миың. И сен сондай болған сайын, сенің терең ойлайсың, басқалардан стандартынан өзгеше ойлайсың, жаңа идеялар соларға келеді, когда көп начитаны, көп кітап оқи беру емес, но ощущение да бар, ол жерде бүкілі бар да. И жаңа нәрсені всегда көре беру керек, бір нәрсе үйреніп қалмау керек, бір нәрсе қатты сені комфортқа кіргізіп жібереді. Сол үшін старайтесь бармаған жерге бару, сол нәрселер, жемеген тамақ жеп көру деген сол нәрселер сол үшін айтылады, потому что саған жаңа идея келу ықтималдығы артады да. Так что сол бүгін 65-ші күн сондай күшті тема айтылды. Үйде болған сайын да, үйде болғасын еркін сөйлеп күшті болады екен. 65-ші күн дамыңдар, дамуды тоқтатпаңдар, жаңа нейрондарды шығарыңдар. Кеттік.